Армысыздар, құрметті көрермендер. Еменек телеарнасының хабарына кеп түскен 2012 жылдың алғашқы жаңалығын назарларыңызға ұсынамыз. Биылғы жылдан бастап табиғат саласында жаңадан жобаға асқан заңдар бойынша жұмыстайтын болды. Bir сөзбен айтқанда табиғатқа мейірімсіздік жасап, ластап келген азамат шаруашылық бірліктерінің жауапкершілігін жаңа заңға қосады. 90 жылдан бері біздің елде табиғат қорғау саласында 30-дай заң қолданылып келген. Заң саны қанша көп болса да, осы заңдар өмірде қолданылмайды. Және де жауапкершілік жүктемейтін болғаннан соң, табиғатқа суық көңілмен қарайтындар көп болған. Олай болса, осы заңдарды біріктіріп, жауапкершілікті нығайтқан табиғат заңын осы жылдан бастап қолданатын болды. Табиғат байлығын керектену, қорғау мәселесінде ластаушы төлем төлейді, ал керектенуші қорғаушысы болады. Төлем бағасы негізінде көп болу керек. Ескі заң кезінде 25 мың төгрік төлейтін жағдайда ғана болған. Табиғат қорына өмір тіршілігі тура байланысты жергілікті жер азаматтарының табиғат қорғау, табиғат қорын керектену қабілетін пайда болдыру мақсатымен азаматтар бірігіп тіршілік ететін ортасының табиғатын, оның қор байлығын қорғап, керектену туралы өзгертуді жаңа заңға кіргізген. Табиғат байлығын керектенген үшін төлем үкімет қаржысына тура кіреді, ал ол қайтадан жан-жануар өсімдіктерге жұмсалмайды. Сондықтан барлық заңдарды жаңартқанбыз. Ең соңғы 18 заңды біріктіріп 8 заң және 2 заң шығарып, ұлы құрылтайға жолдадық. Осы заңда табиғат мәселелерінің барлығын сыйғызған. Соңғы жылдарда елімізде тау-кен саласы қарқынды түрде дамып, осы саланың тау-кенін қайтадан жаңарту мәселесі шыққан. Бүгінгі жағдаймен еліміздің 9 аймағының 21 сұмынында 2.112.000 га алаңды бұзып, қайтадан жаңарту жасамаған. Сондықтан жаңадан қолданылатын заңдарға табиғатты қайтадан жаңарту, бақылауы жайлы да қосқан. Тау-кен ғана емес, табиғатты ластап, кері іс-әрекет жасайтын адамдардың көтеретін жауапкершілік туралы өзгеріс жасаған екен. Егер көңіл шығарса, азаматтарын дұрыс ұйымдастырып, халқының денін сау өмір сүруіне болатын бір мысалды орталық өлкесінің кейбір қалалары көрсетті. 90 мыңдай адам саны бар өндіріс жер шаруашылығының басты өлкесі Дарханол аймағы қала құрылымымен алда жүреді. Жоғарғы құрылымы жақсы, осы қалалықтар жер ұйымдастыру, қала жоспарлауын жақсы жасайтындықтан құрылыс саласында бағаланып жаңа жылын қарсы алды. Дархан аймағымыздың тұрғындарының демалыс, бос уақытын жақсы өткізетін мүмкіндік пайда болды. Бұл 4-2 жасыл алаң, фонтан жарықтандырған бақшалы болды. Ең бастысы бұл дүние жүзінің қалаларының деңгеймен бірдей жасалған. Голландияның патшайым бақшасынан ой алып жасалған бақша болып отыр. Қала орталығының А нүктесінің жерін бақша болдырған қала ешқайда жоқ деп құрылыс саласы айтып өтті. Ең үлкен бақша алғашқы көпірі бар. Бұл аймақ жаз мерзімінде жап-жасыл қала болатынымен атақты екен. 2012 жылды қобда аймақтықтар азаматтардың дамысына назар аударатын жыл етіп жариялап, білімді қобдалықтар жобасын жүзеге асыратын болды. Қобда аймағында бүгіндері мыңдай мұғалім, 24 мың жалпы білім беретін мектеп оқушылары бар. Жоғарғы мектептің мыңдаған студенттері бар. Оңтүстік өлкеде білім жағынан жоғарғы орын иемденеді. Осыған байланысты қобдалықтар 2012 жылды білімді қобдалықтар жобасын жүзеге асыру мақсатын қойды. Ал осы жобаны жүзеге асыратын мұғалімдердің мамандық деңгейіне, қоғамдық мәселелеріне назар қоятын болды. Осы жобаны өмірде пайдалы және де қобда аймағының азаматтарын дамыту жобасын жүзеге асыру үшін біздің мұғалімдеріміз, тәрбиешілеріміз міндеті көп. Сондықтан мұғалімдеріміз соңғы кезде аймағымыздың білімді мұғалімі болу үшін бақталасатын болған. Мемлекетіміздің білім деңгейін жоғарылату үшін талпынып, Қобда аймағы білімді халық болып бүгінге күнге жетті. Білімді болуға сіздердің кіргізген еңбектеріңіз қандай көп екендігін барлық адамдар түсінген шығар деп ойлаймын. 2009 жылдан керектеніп келген білімді қобдалықтар жобасының нәтижесін жыл соңында қорытындылайды. Осы жобаның ауқымында Қобда аймағының жалпы білім беру орта мектептерінің сапасы жақсарған.
Дүние жүзінің протезінің 63%-ын қосатын Кореяның Тежон қаласының өндірісінен ММ агентлігі хабар әзірлеген. Бұл өндіріс Азияда ғана емес, Америка Құрама Штаты Европаның елдерінде де өнімін қосатын Кореяның ең үлкен жекеменшік өндірісі екені анықталған. Кореяның Тежон қаласының карантек протезінің өндірісі Азияда ағалайтын өндіріс болып кеңейген. Бір сөзбен айтқанда, соңғы кездің ең сапалы өнімдерін Азия, Америка, Европаға кіргізеді. 2000 жылы орнаған өндірісіміз аурухана саласына жаңа өнімдерді бүгінге дейін шығарып келеді. Дүние жүзінің протезін базарының 63%-ын біз өндіреміз. Бұл не деген сөз дегенде, біз сапалы, арзан өнімдерді шығарамыз. Адамдардың жасанды дене мүшесін өндіргеннен сырт, аурухананың жаңа заттарын базарға кіргізуді жоспарлаудамыз. Бізде буыны арқа буындарын өндіру үшін өте көп уақыт керек. Осыларды өндіру үшін жоғарғы деңгейдің бақылауы және мамандар жұмыстайды. Соңғы заттарын базарға шығару үшін бір өнімін жарты жыл бойы бақылап зерттейді. Өндірген заттарымызды өте бақылап жасаймыз. Себебі қоғамда бақталастық өте көп. Ең бастысы, соңғы кездің жасанды дене мүше жасау жабдықтары бар болса ғана ағалап шыдайды. Емдеу саласы қарқынды дамыған Жапония мемлекеті осы өндірістің өнімдерін сатып алуда. Ең бастысы, өндіру қаражаты көп шықса да, адам денесіне тарып, зиянсыз жасау оңай емес екендігін өндіріс жұмысшылары айтып өтті. Кейін олар өз елін толық қанымдап, өндірісте ағалауды мақсат болдырған. Корея мемлекетінің Конгжу ұлттық музейі жайындағы репортажымызды назарларыңызға ұсынайық. Мемлекетінің көне тарих, мәдениет мұрасын сақтап қалған елдердің бірі Корея. Біздің барған Конгжу ұлттық музейі алғаш 1940 жылы орнаған. Содан кейін осы музейде ең көне үш мемлекеттің бірі Бекже елінің тарихы, мәдениеті, табылған бұйымдары қойылған. Біздің ерамыздан бұрынғы 18 жылдан біздің ерамыздың 160 жылына дейін осы мемлекет орнап тұрған. Сол кезінде Кореяның ең үлкен мемлекеті болған Бекженің тарихы өте кең деуге болады. Конгжу ұлттық музейінде шамамен 20 000 геологиялық қазбалар сақталады. Сол кезіндегі патшайымның қабірі, сонымен қатар Қытайдан әкелінген қазбалар да бар. Бұл Бекже мемлекеті Қытай елмен достық қатынаста болғанының бірде-бір дәлелі деп Тілмәш айтып өтті. Бұл музей ұлттық тарихымен мақтанып, өзге мемлекеттерге тарихын таныстырып, шетел тілдермен таныстыру шығарған. Біздің еліміз туризм саласынан осы мемлекеттерден үйренсе кем болмайды деуге де болады. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі кездескенше.